Кто пришел, да? Прям не капец вокал. Пик ми депші. Кока-кола. Амандасайын ба? Амандаспай қой. Бір тұра берсін. Тап мен айтып қойын. баяндалдай ғой, братан, баяндалдай ғой. Баяндалдай ғой, братан, баяндалдай. Всем привет, с вами Ренат. Я тот человек, с кого началась эта группа. Я тот человек, с кем Кайзага начал первый работать, собирать состав. Я публично никогда не высказывался по поводу того, почему я прекратил свою деятельность в группе. Причина была очень осознанной, причина была мне нужной, и не было никакого у нас, во-первых, не было никакого разногласия с участниками. Просто в какой-то момент я понял то, что танцы для меня значат очень многое. И я хотел посвятить хотел посвятить свой остаток жизни именно танцам, своему творчеству, своему делу. Я понял то, что мне нужно больше времени, мне нужно меньше отвлекаться на какие-то второстепенные вещи. Петь я любил всегда, в группе мне нравилось находиться, но все-таки в то время пришлось выбрать между тем, кем я хочу являться, и это было то, что я хочу быть танцором. С ребятами мы были в очень хороших взаимоотношениях, так как я был старший, я всегда разговаривал с ними, помогал, где-то их наставлял. Потом, оказывается, как мне сказали, то, что Нургали в войсковое время тоже пригрустил и захотел уйти. Но я очень рад, то, что Нургали продержался и все-таки начал больше слушать себя, не зависеть от какого-либо чужого мнения, либо действия. С Серке мы всегда были в хороших взаимоотношениях. Сейчас хоть мы и с ребятами не общаемся так вот плотно, просто жизненные обстоятельства, жизненный путь у нас разный. Но вот эта близость, которая она в то время была, она сейчас до сих пор и осталась. Нынешний состав. С ребятами я не так давно знаком, но мне нравится, как Кайзага подобрал людей. Я вижу в парнях больше профессионализма, больше рвения, и то, что они реально являются певцами, творческими людьми, которые изначально этим горят, потому что мы были такие по приколу. Я буду говорить честно, и мне нравится, куда ребята идут, какую песню они пишут, потому что для меня творчество может быть разным, но единственный фактор, который должен сопутствовать с творческим человеком, это качество, и оно в группе точно присутствует. Бартыңыз сәлем, қалдарыңыз қалай? Көзді ашып жұмғанша, Уинлайфтың 3 жылдығы келіп қалды. Көріп тұрғандарыңызға қазір Уинлайф құрамы өзгерген. Бұл өзгеріске қалай келді? Ренаттың кету себебі қалай кетті? Соның бәрін осы видеода айтып шығатын боламын. Балдар өзінің топқа келгенін осы видеода нақты айтып шығатын болады. Қай уақытта, қандай себептермен келді? Сол себепті бұл видеоны, сол себепті міндетті түрде айтамын. Сол себепті видеоны соңына қараңыздар. Біз Ренат кеткеннен кейін Нұрғали екеуміз қалдық. Бізге негізі үлкен қиындықтар болған жоқ. Біз Ғазизаға дайындайтын бізді. Например, Ренат самолеттен кеш шығып алды деген сияқты концерттерге екеу болып сахнада өнер көрсетуге, екеу болып өлең айтып. Сондықтан ондай дайындықты көргендіктен бізге аса қатты қиыншылық болған жоқ. Бірақ та бәрібір көрермендерге бізді қолдап жүрген Сенлиға байқалды. Бір адам болмауы қатты байқалады. Бірақ сахнада, өмірде ешқандай былай қиыншылық болған жоқ. Нұрғали екеуміз топты ары қарай алып кеттік, ешқандай қиындықсыз. Ренат кеткеннен кейін бізде Уинлайф әніміз жарыққа шықты. Нұрғали екеуміздің фитіміз десе де болады негізі. Өнер туындымыз өте керемет шыққан болатын. 1,5 ай запись болған ең қиын өлеңдердің бірі. Неліктен? Өйткені өмір жайлы болған соң. Негізінде Уинлайф ол 3 адамнан тұрады. Осы картинканы бұзбау үшін біз 3-ші адам іздеп бастадық стажерлардың арасында. Ренат кеткеннен кейін ұнағандары да болды негізі арасында. Бірақ көп өзіміз ойланып, көбісін қатал кастинг директорлері болдық. Кайзаға, мен, Нұрғали үшеуміз отырып алып, қай жерде кемшілігі бар, қай жерде күшті деген сияқты. Міндетті түрде негізі Ренат кеткеннен кейін қарадық. Біраз уақыт Нұрғали екеумізді ғана көріп жүрдіңіздер. Оған да үйреніп кетеді екенбіз негізі. Екеуміз ол репетицияда, сахнада екеуміз болып шыға беретін болдық. Бүкіл өнер көрсеткенде де екеу болып, билегенде де өзіміз үйренісіп кеттік деп айтсам да болады. Біраз уақыттан кейін бізге Исатай бауырымызбен таныстық. Нақтысын айтып кете берейін, бассейнде көрген болатынбыз. Бассейнде демалып жазда жүрген кезде. Сол кезде Исатайды көріп, ол Исатай Алматыда кішкентай бойы, кішкентай ең біріншісінде менің көріп сұраған кезде ол менен бір услуга сұраған, фотоға түсірші деп.
сол кезде сәл жыныма тиген болды негізі. Мен негізі көп стажерларды, жаңа адамдарды адаммен танысуға қатты талпынысым, құштарлығым жоқ адам болғандықтан мен Исаты кішкене жақтырмай қарағам. Сол кезде Исатайды жол бойы өлең айтып, өнерін көрсететін Исатайдың сол кезде дауысына сынған болатынмын негізі. Солай біз Исатаймен таныстық. Біраз уақыт өтті, группаға кірер алдында Исатаймен біз жазда таныстық. Исатай күз кезінде келетін болды топқа. Сол кезде Исатаймен бірге дайындалып, Исатай одан бөлек негізі бізге соло артист ретінде келген болатын. Оны да ол жағында көп қарайластық, бүйтіп қарадық. Соңында бәрібір де бізбен бірге топта болатын болды. Сөйтіп Исатаймен бірге билеп, ән айтып дайындалып жүрген кезде менде денсаулықпен проблемалар болып қалады. Ол тоже күтпеген жағдай болды. Сол кезде менде андай болды, бұл уақытша нәрсе, одан кейін топқа кіріп кетемін деген сияқты. Бірақ денсаулықпен күрделі жағдай болғандықтан топта мен ұзақ уақытта болмайтынымды білгендіктен біз стажерлардың арасынан тағы да адам қарастырып бастадық. Менің орнымды баса алатындай келбетті, көрікті бір жігіт іздедік. Ол біздің Нұрислам. Нұрисламмен біз негізі көп фанаттар байқаған болатын болса, Нұрислам біздің Winlife бейнебаянымызда түскен болатын. Ол кезде Нұрислам қарапайым, кішкентай, қазір ғой Нұрислам ол стильный, күшті киінетін, прическалары күшті, очки, неше түрлі қайратым тасында асып кетеді. Киіну жағынан қазір тұсауым Нұрислам қазір алдыға дамып кеткен. Ол кезде қарапайым бір қара киіммен түскен бала едім. Сол кезде байқаған шығарсыздар. Біз Нұрисламмен негізі сол кезден бастап таныспыз, Winlife'тың клипі кезінде. Менен бөлек Нұрисламмен Нұрғали жақсы таныс болды. Нұрғали оның өнерін тамсана тыңдап, көріп, Нұрислам өзі бөлек мини концерттерде выступать еткен болатын. Сол жерде Нұрғали барып, Нұрислам бауырымыздың өнерін бақылап, зерттеп, қолдау көрсеткен болады. Солай мен денсаулықпен проблемалар болған кезде Нұрисламды алатын болып шештік. Бұл шешіміміз өте орынды және жақсы шешім болды. Қазір уақытта сіздер көріп жүрген Нұрислам сол уақытта менің орнымды білдіртпейтіндей, ешқандай құлап қалмайтындай, топтың абыройы құлап қалмайтындай қылып басып шықты. Қазір уақытта топтағы балалардың бәрі жақсы өздерін көрсетіп жатыр. Жақсы жағынан Нұрислам да әжептәуір ойымен де, түрімен де бүкіл жағынан өсіп келе жатыр. Ал Сенли, сәлем. Бүгін де 3 жылға жеттік. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Сіздермен бірге мен, Энли. Мен бүгін сіздерге осы 3 жылда не болғанын айтып беретін боламын. Жаңағыдай Жерке айтып кетті, Ринат кеткен кездерді. Ол кезде енді мен кішкентай болдым. Себебі Ринат мен үшін топтың көшбасшысы болғаннан кейін маған өте қиындау болды. Топқа келгеніме көп уақыт болған жоқ. Кішкене уақыттан кейін Ринат кетіп қалған мен үшін енді өте ауыр соқты. Мен сол кездерде көп мінезімді көрсететін кішкентай болғанымнан. Сол Ринат кеткен кездер маған негізінде өте қатты қиын болды. Себебі өзім жасым кішкентай. Көп нәрсені әлі де білмеймін, шоу-бизға енді келдім, енді түсінетін шығарсыздар. Сол кезде Жеркемен қалған болатынбыз. Және де өздеріңіз білетіндей Winlife 3 адамнан болатын. Және де біз 3-ші адамды көп уақыт бойы іздедік. Өтірік айтпасам, бір 3-4 варианттай болды бізде. Шынымды айтсам, маған көп адамдар ұнаған жоқ. Себебі мен адамға көп күдіктенетін адаммын. Және де сол кезде Жерке екеуміздің бір-бірімізге бауыр басып, командалық жұмыс. Сол кезде бізде бір-бірімізді қолдап, әр репетицияға, әр хореографияға, бірге репетицияға келіп, ақылдасып, бауыр басып қалдық қатты сол кездерде. Коннект дей ма? Және де Жеркемен бірге өмір бақи группада болсам ба деген сондай ойларда болды. Себебі Жерке мен үшін өте мықты адам, батыр десең де болады. Ағам ретінде қатты сыйлаймын. Негізінде біз сол 3-ші баланы іздеп жүрген кездерде біз көп Ғайзаға, мен Жерке репетицияға барып, кәдімгідей өзіміз жүретінбіз. Және де сол кездерде мен енді бірінші айтатын, сол кезде Ғайзаға резервтағы 1-2 баланы көрсететін. Және де басқа балаларды көрсететін, мынау қалай деген сияқты бізден сұрайтын. Біз енді білмейміз ғой, мән бермейміз қатты. Бірақ айтамыз, жақсы бала екен, жақсы өлең айтады екен, жақсы билейді екен деген секілді. 3-ші адамды іздеуге біз өте көп адам қарастырдық негізінде. Және де мен ешбір балаға қатты сенген жоқпын, шынымды айтсам. Ойладым, бір апта болады, 2 апта болды деген секілді. Бір уақыттарда мен түнгі сағат 2-3-терде үйде жатам, Ғайза маған звондайды. Нұрғали, қалайсың? Далаға шықшы дейді. Ұқпай қалам, не үшін деймін. Просто шықшы дейді. Мен далаға шығам, машинаға отырам. Алдында Исатай отыр.
жүгімен Астанадан енді келгем. Сол кезде Исатайға қараймын да, мә деп, Исатай деген сияқты. Исатаймен тіл табысу маған өте оңай болды негізінде. Исатаймен сөйлесу үшін бір аса қатты ойланған жоқпын негізінде. Сол кездерде Исатай бізбен бірге репетицияларға барып жүреді. Және де әндерді қарайды, әндерге бірге дайындаламыз, хореография, соның бәрін көреміз. Іштей андай болды. Осы үшеуміз соңына дейін барамыз, бірге боламыз деп мен іштей солай ойладым. Және де бір кезеңдерде өте жағымсыз хабар естиміз Айзаға екеуміз. Жеркенің денсаулығына байланысты. Негізінде бұл өте үлкен оқиға, эмоционалды жағынан маған қалай қиын болды десеңіздер, мен түсіндіре алмайтын шығармын, себебі Ренаттың кеткеніне қиналған адаммын мен. Жеркенің кеткені енді маған өте ауыр болды. Өте ауыр болды. Өте ауыр, өте. Мен оны түсіндіре алмаймын негізінде. Жерке кеткеннен кейін біз енді көп сөйлескен болатынбыз Айзаға екеуміз. Не істейміз, ары қарай қалай жалғастырамыз деген секілді. Мен сендім бәрін алып шығатынымызға, себебі білмеймін, іштей сондай сенім болды менде. Сол кезеңдерде біз топтың концепциясын өзгертуге шешім қабылдадық. Қазақи вайбқа кішкене. Бұрынғы топтың вайбына қарасаңыздар, қазіргі топтың вайбына қарасаңыздар, разница байқалады. Музыкада, жалпы жанрда десем де болады. Сол кезеңдерде енді Жерке жоқ, Исатай екеуміз қана қалғанбыз. Исатаймен бірге екеуміз енді топ ретінде, дуэт ретінде өзімізді айтатынбыз, ойбай біз әртүрліміз ғой деген секілді. Соны Айзаға да айтатынбыз бізге. Сол кезеңдерде Нұрислам деген жігітті есіме түсіп кетеді біздің. Нұрислам деген жігіт келеді. Ең басында мен негізінде Нұрисламға неге сенбейтінмін. Неге? Себебі Нұрислам өте андай, өте отличник болатын. Білмеймін, мен өмірімде ондай адам көрген жоқпын. Енді адамның минусы болады ғой, әр адамның өз минусы бар. Нұрисламды ойладым, мен өтірік істеп жүр ма деген секілді. Себебі андай өте ұқыпты, таза андай, білмеймін, өте андай пәк бала болатын да. Өте пәк бала болатын, білмеймін. Өзіме сол кішкене андай күдіктенетінмін Нұрисламнан. Себебі білмеймін, мен сенбейтінмін Нұрисламға. Көп енді балалар өтті ғой алдымыздан. Соған да қарап. Бірақ уақыт өте келе мен түсіндім Нұрисламның өте сондай болмысы сондай екенін. Шыны керек, мен әлі күнге дейін таңғалып жүрмін Нұрисламның болмысына. Сол кезде Нұрислам келді, Исатай келді, және де мен бармын. Үшеуміз репетицияларға қайтадан бара бастадық. Қайтадан өлеңдерге дайындалып, сол осы балалармен қазіргі. Негізінде екеуімен де жақсы тіл табысып кеткем сол кездерде. Бірақ уақыт өте келе Жерке бізге стилист, сол продюсер ретінде қайтып келген болатын. Қазірде біз Жеркемен репетицияға келеміз, араласамыз, сөйлесеміз, бірге Counter-Strike ойнаймыз. Жерке негізінде шебер, қолынан көп нәрсе келеді. Көп Winlife-тың образдарын тіккен болатын. Біз енді осы Winlife, Исатай, Нұрислам, Нұрғали үшеуміз бағанағыдай айтқандай концепция өзгерген болатын. Біз көбірек қазақи нақышта дүниелер жасайтын болғанбыз. Бұл айтқанда қатты қиын болды деп айта алмаймын. Себебі бәрі бір уақытта болды. Бір-бірімізбен сөйлесіп, ақылдасып, топ болып жалғастырып кеттік. Негізінде ары қарай құрам ауысса, шынымды айтайын, мен бәріне дайынмын. Себебі маған ұнайтын адам Айзаға да ұнайды. Айзаға ұнаған адам маған да ұнайды. Сондықтан мен сенімдімін. Қандай адам келсе де жақсы адам болатынына. Менің орныма келіп жатсаң, саған сәттілік. Барлықтарыңызға сәлем. Сенімен бірге мен, Исатай. Біздің Winlife-қа шүкір 3 жыл болды. Сіздердің арқаларыңызда, әрине бірінші Құдай, одан кейін сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қолдауларыңыз арқасында. Енді мен өзімнің 1 жыл жүріп өткен кішігірім тарихымды айта кетсем, Winlife-тағы өзімнің жолымды. Көп жерде мені, сен анау TikTok-тағы бала емессің ба деп таниды да. TikTok-та менің жаңағы каверларым шүкір көптеген қаралымдар жинап бастап жүрген кез, көптеген ұсыныстар түсе бастайды. Көп беделді продюсерлермен танысып жүрем. Ол кісілер жаңағы қызығушылық танытып, ұсыныс тастап жүреді. Ойланып жүрдім, ұсыныстар түсе бастады шынымен көп. Сол TikTok-тың арқасы ғой негізі. Сол мезетте мен Астана қаласында болғам. Менің Telegram каналым бар. Сол каналға жазба келеді бір кісіден. Ол кезде мен танымаймын. Түннің бір уақыты ғой негізі. Жауап беріп қалам ол кісіге. Сөйтіп мен бұл кісімен сөйлесіп қалап. Жұмбақ адамның есімі Ғазиза ғой негізі. Сол сөйтіп ең алғаш сөйлесеміз.
әлі өмірде жаңағы таныспағанбыз, сөйлеспегенбіз. Ол жерде жаңағы ешқандай жұмыс туралы мен ойымда жоқ ол кезде, вообще ойымда жоқ. Потому что мен топта өзім вообще елестетпегенмін негізі, шыны керек. Өйткені мен жеке артист болып үйреніп қалғанмын кішкентай кезімнен, 5 жасымнан. Вообще ойымда болған жоқ. Уақыт өте, араға бір ай салмай негізі Алматы қаласына келем. Бір беделді продюсер мені шақырады, есімін айтпай ақ қояйын. Сөйтіп жұмыс бабымен келемін. Ал одан бұрын жаңағы телеграм каналда Ғайыз ағамен сөйлескенде біз кездесетін болып, жаңағы келіскен болатынбыз негізі. Алматыға келіп, бір-бірімізден хабарласамыз. Сол кезде жолығып, Ғайыз ағамен ұзақ сөйлесеміз. Сол кезде бір өте үлкен коннект ұстап, бір-бірімізге деген, орысша айтқанда по душам сөйлесіп, бір-бірімізбен сырласқанымыз бар. Сол біз жолығамыз бірінші рет. Сол кезде мынандай жағдай болады. Біз Алматы қаласында Әл-Фараби көшесі емес пе? Әл-Фараби көшесінде келе жатамыз. Келе жатқан кезде жаңағы ол көшеде негізі машиналар нормальный скоростьпен келетеді негізі. 70-80-мен келе жатамыз жаңағы. Машина көп, Алматы білесіздер, қозғалыс көп. Кешкі уақыт қой. Сөйтіп келе жатырмыз Әл-Фарабимен. Бір кезде алдымыздан бүйтіп машина кесіп өтеді бізді. И ана машина жаңағы канализация бар ғой, соның люгі болады. Соны жаңағы машина басып кетеді да, анау төңкеріледі, и біздің машинаның алдыңғы әйнегіне почти қадала жаздайды ғой. Сөйтіп бір мистикалық бір жағдай болады. Бір өлімнен аман қалдық, сөйтіп тоқтап бірімізге қарап шок алып қалдық енді. Ол енді 3-ақ секундта болатын нәрсе ғой негізі. Сол сөйтіп алғашқы танысуымыз сөйтіп өте бір мистикалық жағдаймен басталады. Араға 2 ай сала мен жаңағы Алматы қаласына барған себебім негізі сол басқа продюсермен жұмыс жасауым керек болды ғой негізінде. Сол продюсермен жұмыс жасайтын болып келісетін болам. Ол кісінің тарапынан да, менің де тарапымнан да біздің бір белгілі себептерге байланысты бізде жұмыс жүрмей қалады, бірақ якобы жаңағы басталған сияқты болады, бірақ жұмыс жүрмей қалады. Сол кездерде Ғайыз ағамен бір сөйлесіп қалған бар еді. Сөйтіп ол кісі маған жаңағы әзіл ретінде айтып, мүмкін сен мен продюсерің боламын деп. Әзіл, қалай айтсам болады? Иә, шындыққа айналды уақыт өте. 2-3 аптадан кейін нақты шешім қабылдап, мен OneLife тобына кіретін болып шешім қабылдадым. Бірақ біздің арамызда Ғайыз ағамен келісім шарт бар негізі. Ол келісім шарт жаңағы мен жеке шығармашылығымен айналысам, және де топта да өнер көрсетемін деген. Ол нәрсе маған өте күтпеген жаңалық болды. Себебі мен өзімді шынымен топта елестетпегенмін. Сөйтіп не керек, біз жұмысты бастадық. Біз сол 2-3 аптадан кейін Ғайыз ағамен келіскеннен кейін біздің OneLife'тың BBD деген әнін білесіздер, әрине. Ол да бір жеке история негізі. Сөйтіп негізі сыңарым деп айтамын, көбінесе біз сыңарымна дебют алдым деймін мен негізі. Бірақ жаңа BBD-да мен уже менің тұсауым кесілген. Уақыт өте біз жаңа ән іздей бастадық. Ол кезде мен Астана қаласында оқимын. Ән жазамын, студиядан шықпаймын. Сол кезде бір жақсы ән жазып қаламыз. Ол әнді негізі мен жақын досыммен орындауым керек болған. Тоже белгілі себептерге байланысты бірге орындамайтын болып қалдық. Сол кезде Ғайыз аға тыңдайды ол әнді. Сосын Ғайыз аға ұнатып қалады қатты. Білмеймін, жүрегінен ерекше орын алып қалады. Өйткені ол ән негізі ерекше ән, сыңарым шынымен ол OneLife'дағы менің ойымша мен үшін ерекше ән. Сол сөйтіп Ғайыз аға ұнатып, сол әнмен біз официально мен дебют алатын болып келістім сол әнмен топта. Одан кейін мен Алматы қаласына келем. Бізде кішкене дайындық басталады жаңа сыңарым әнмен. Бірақ мен қайтадан оқуыма кетемін. Сөйтіп жаңа жыл жақындап келе жатыр. Ғайыз ағамен сөйлесем, ол кісі білмеймін, андай біртүрлі болып жүреді. Мен өзім түсінбеймін. Сосын жаңа өзім оқуым бар, өзім апликация етіп жүрмін бір жағынан. Сөйтсем, бір жағымсыз ауыр хабар естиміз. Жеркенің денсаулығымен. Оны мен бердін естимін оны. Ол кез біз үшін негізі ауыр кез шынымен. Жеркенің өзінің топтағы орны өте бөлек. Ол өткен жаңағы дебютный құрамнан бастап келе жатқан. Сондықтан оның бір жаңағы кетуі кішкене ауырға соқты. Бірақ бұл әрине жұмыс болғаннан кейін біздің топтың жұмысы жалғасу керек болды. Сол кездері біздің Ғайыз ағаның өзінің резерві бар негізі. Сол резервта бір аппақ келген бала резервімде тұрады. Ол баланы мен өзім бұрыннан танимын. Ол баламен біз бір оқу мекемесінде бірге білім алғанбыз, сырттай таныспыз. Еще ол баланы мен негізі кішкене жақтыртпағам. Білмеймін неге. Бірақ андай бір ол жаман, ой, ол мынандай деген оймен емес, білмеймін, андай адам болады ғой, бір саған дым істемесе де білмеймін жақпай тұрады саған. Сондай адам болатын, білмеймін неге. Бір тартпайтын ба сондай. Ғайыз аға көрсет, ой, Нұрислам ғой деме ғой менше. Типа зачем деген сияқты әңгіме айтып қаламын ғой. Кешір Нұрислам. Енді Құдай сәтін салған ғой солай негізі. Сөйтіп қабылдаймыз бәріміз. Нұрислам
араға ұзақ уақыт салмай топқа кіреді. Сөйтіп жаңағы сыңарым әні мен бірге біз дебют аламыз. Тағы бір сыңарым әні жайлы бір ақпарат айта кетейін сіздерге. Бізде демо нұсқа деген бар негізі. И жаңағы сыңарымның ең бірінші нұсқасында менің дауысым және де менің досымның дауысы болған. Ол жаңағы біз досым екеуміз шығаруымыз керек болды басында. Сол сөйтіп сол демомен Ғазизаған несі ғой негізі шеберлігі. Аранжировка да жоқ. Демо, біз демомен тұрамыз да барып муд видео түсіріп тастаймыз. Былай қарағанда ол жаңағы басқа біреудің дауысы ғой негізі. Ол жерде менің дауысым ғана, өздерінің дауыстары емес. Біреудің дауысына былай айтқанда олар, точнее біз видео түсіреміз, муд видео. Сөйтіп біз алғаш Нұрислам, Нұрғали және мен біз Беу премияға барамыз. Сөйтіп біз сол жақта ең бірінші рет өзіміздің бойымызды көрсетеміз. Одан кейін біздің төйлетіңізде ең алғашқы өнер көрсетуіміз болады BBD әнімен. Сөйтіп жүргенде балалармен мен тәжірибе жинадым үлкен. Сөйтіп балаларға қатты бауыр басып қалдым. Бірімізге үйрендік. Негізі мен келгеніме 1 жыл болды, бірақ 1 жылда мен 5 жылдың нәрсесін көріп тастаған сияқты менде сезім. Өйткені көптеген жағдайлар болды, жағымсызы да болды, жағымдысы да болды. Winlife мен үшін менің мәңгі жүрегімде қалады. Өйткені бұл мен үшін үлкен тәжірибе, жақсы естеліктер. Ал жеке шығармашылығым туралы айта кетейін. Көп адам жазады, қашан дебют аласың? Көбісі сұрайды. Сол туралы айта кетейін. Менде негізі шыны керек мен өзім ән жазамын. Басқа композиторлерден де ән алам. Әндер негізі менде жеткілікті. Бірақ мен сахнаға достойный әнмен кіргім келеді. Шынымен. Негізінде мен жаным саған кімдер деген әнді мен TikTokқа салып соны кішкене жүргізген болатынмын. Солай мен негізі алуым керек болған. Ол да белгілі себептерге байланысты шыққан жоқ. Бірақ ол ән менде әлі тұр. Жеке шығармашылығымды бұйырса алдыңғы уақытта мен қолға алатын боламын. Шыны керек мен өзімде қатты алғым келеді. Сөйтіп берден келе мен үшін де біздің команда үшін де үлкен бір жақсы нәтиже көрсетіле бастады. 2026 жылы жақсы басталды, шүкір Құдайға. Қолымнан ұстап фильміне, Рамазан Амантай ағамыздың фильміне менің сүйіп өтем деген әнім көрсетілді. Ол жаңағы әрине біздің саунд продюсеріміз Ұлан ағамыздың арқасы, және де Ғазиз ағаның да, Димаш ағаның да, ол жаңағы үлкен командный жұмыс негізі. Ол кісілерге алғысым шексіз, шынымен. Енді бұйырса алдағы уақытта ең дебютный әнім осы нақты енді Құдай қаласа сүйіп өтем әнімен алатын боламын. Барлығына сәлем, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біздің топқа, Winlife тобына 3 жыл толды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, қолдауларыңызға біздің көрермендерге ерекше алғысым шексіз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы уақытқа дейін қолдап бізді шынымен жанкүйер болғандарыңызға үлкен рахмет. Енді бағанадан бері балалар өздерінің осы Winlife тобына келгеннен бастап өздерінің бір кішігірім тарихтарын айтып өтіп кетті. Мен де енді осы 1 жылдың көлемінде группада болғандықтан өзімнің де бір кішігірім тарихымды айтып өтіп кетейін. Біз Ғазизға екеуміз негізі бұрыннан таныспыз. 2024-тің қаңтарынан бері. Жалпы Ғазизға маған сол 2024-тің қаңтарында кездескенде осы группа жайлы айтқан. Ол кезде Ринат топтан кетіп жатыр, соның орнына адам керек деп айтқан болатын. Сол кезде маған топты ұсынған болатын Ғазизға. Топқа кір, және де солоңды да бірге алып жүресің деген өзінің Исатайға айтқандағыдай тура сондай талаптарын маған айтқан болатын. Бірақ білмеймін неге сол кезде келіспеген екен. Ол кезде колледжде оқимын, бір шетінен сабақ деп жүрдім. Бір жағынан бір қорқыныш болды, неліктен оны білмейді екенмін шыны керек. Бірақ қазір көріп тұрғандарыңыздай группада болғаным уже 1 жыл болып қалды. Сол кездерден бастап Ғазизға екеуміз таныспыз. Мен жалпы топқа қалай келдім? Мені Winlife тобының Winlife деген клипінен көрсеңіздер болады. Кішігірім бір 3 секунд түскен жерім бар. Сол кезден бері жалпы балалармен таныспын. Жеркемен де, Нұрғалимен де. Нұрғалимен оның алдында танысқан болатынмын. Жеркемен сол кезде таныстық. Нұрғалимен мен өзімнің шығармашылық кішкентай концертін берген болатынмын. Сол кезде Ғазизға менің концертіме Нұрғалиді ертіп алып келді. Екеуі бірге келді концертке. Мен сол кезде Нұрғалиді алғаш рет көрген болатынмын. Нұрғалимен сол кезде танысып, сөйлесіп, сол кезде Нұрғалиді алғаш көрген болатынмын. Жеркемен таныстығымызға келетін болсақ, осы Winlife тобының Winlife әнін клипін түсіріп жатқан кезде, сол кезде Жеркені алғаш рет көріп, сол кезде Жеркемен бірінші танысқанмын. Одан кейін біраз уақыт біз Ғазизға екеуміз
сөйлеспей кеттік, иә, арамызда сондай нәрсе болды ғой. Біраз пауза болды, Ғайзамен сөйлеспей кеттік. Мен өзімнің колледждегі жалпы оқулармен жүрдім. 4-ші курсқа көшкен кезде Ғайзаға мен қайтадан кездесіп, Ғайзаға хабарласып, Ғайзамен қайтадан көріскен болатынбыз. Сол кезде маған Ғайза айтқан болатын, біздің топта Жиркені танисың, сол Жиркенің денсаулығына байланысты біз топқа адам іздеп жатырмық деп сол кезде айтқан болатын. Мен шыны керек сол кезде маған да ауыр тиді ол оқиға, себебі Жиркені танығаннан кейін, бірақ қазір Жиркеде барлығы жақсы. Жирке қазір қасымызда, әрдайым біздің қасымызда жүреді. Жирке қазір біздің тіпті группаның сол продюсері, жалпы стилист жағынан болсын, өзіміздің Life тобының киімдері жағынан болсын, бізде Жирке барлығына жауап береді. Жирке бізге тіпті киімдерімізді тігіп береді. Өздеріңіз, мен ең қатты таңғалғаным сол Жиркенің киім тігеді деген кезде мен өте қатты таңғалғанмын. Содан кейін сол Ғайзаға екеуміз бір кездері сөйлесіп, осылай аяқ астынан тіпті өзім қалай топқа кіріп кеткенімді байқамай қалдым, шыны керек. Топқа келгеннен кейін Исатаймен, енді оның алдында Исатай екеуміз негізі таныс болатынбыз, бір колледжде оқығаннан кейін бір-бірімізден таныс болдық, бірақ ол кезде бір қатты араласпайтынбыз екеуміз. Исатайды айтып өтіп кетті ғой, Нұрисламен ол кезде қатты араласпайтынмын деп. Иә, сондай кездер болған, бірақ бір группада боламыз деп шыны керек мен ойлаған жоқпын. Ол өзіме де бір қызықты жағдай болды. Бір кездер мен колледжде сол 4-ші курс оқып жүрген кезде енді Winlife'тың жалпы видеороликтары маған шығатын, TikTok'тан болсын, Instagram'нан болсын. Сол моменттерде примерно Жиркені айтады маған Ғайзаға. Бір шетінен топқа кіруге ұсыныс жасағаннан кейін маған да балалармен жұмыс істеу өте оңай болып кетті негізі. Өйткені концепция өзгергеннен кейін, ол жерде Исатай бар болғаннан кейін, Нұрғали бар болғаннан кейін, мен Нұрғалиді де баяғыдан танығаннан кейін маған шыны керек бір аса қиындыққа соқты деп ештеңе айта алмаймын. Сол кездері маған Сыңарым әнін тыңдатқан болатын. Маған өте қатты жүрегіме жылы қонған ән болды. Біз бәріміз сол Сыңарым әніне негізі сендік, кәдімгідей хит болады, көбісі тыңдайды бұл әнді деп бір қатты сенген болатынбыз. Бірақ жаман көрсеткіш жинады деп айта алмаймын. Өзінің де бір тыңдармандарын тапты. Ең алғашқы Life тобының жаңа топпен ең бірінші алған дебюттық әніміз ол Сыңарым әні болды. Мені сосын ең бір қатты таңғалдырғаны Ғайзағаның шеберлігі, Ғайзағаның ешкімге ұқсамайтындығы осы жерде айтсам болады. Ғайзаға кәдімгі Сыңарымның жаңа Исатай айтып кеткендей, Сыңарым негізі Исатаймен және өзінің дос баласы жазған ән болатын. Және сол ән, бірақ дауыс Исатаймен жаңа дос баласының ғана дауысы бар ол әнде. Біз ол әнге запись жасамай тұрғанбыз басында, ол әнге запись жасаған емеспіз. Сол демо нұсқамен барып біз клип түсіріп тастағанбыз. Жалпы кім қай жерінде айтады, ешқандай нәрсе білмейміз ол кезде. Клипті түсіріп болғаннан кейін ойласаңыздаршы, бір айдан кейін біз өзіміздің дауысымызды жаздық қой барып. Бір айдан кейін дауысымызды барып жазып, сол кезде менде ішімде бір кәдімгідей күшті чувстволар болды. Өйткені платформаларға әнің шығады, сен топтасың, клип шығады. Мен үшін ол бір кәдімгідей үлкен бір ертегі секілді болды деп айтсам да қателеспеймін. Топ мен үшін ерекше нәрсе алып келді десем болады өміріме. Өйткені көптеген нәрселерді Ғайзаға үйретті бізге. Өнерден бөлек, өмірде де өте көптеген нәрселерді Ғайзаға бізге үйретті. Сол үшін Ғайзаға үлкен рахмет айтамын. Топқа келген кезде бір өзімді бір жаман сезіндім, басқа болды деп айта алмаймын. Өйткені балалармен тез тіл табысып, араласып кеткеннен кейін бізде барлығы оңай болды. Коннект болсын, бір-бірімізбен өте жақсы тіл табысып кеттік. Менің бір басында таңғалғаным, Ғайзаға айтты, бізде музыкальный продюсер бар деп. Ұлан ағамыз айтты. Сол кезде өзіме қызық болып, сол кезде зерттеген Ұлан аға қандай, кім деп. Сөйтсем, ол кісі қазіргі өздеріңіз білетіндей, қазіргі хиттардың, хит әндердің авторы, қазіргі таңдағы мықты әншілердің бірі Садраддин, жалпы Ильхан ағамыз болсын, Байтанат ағаларымыздың аранжировкасын жасап жүрген өте мықты музыкальный продюсер. Мен үшін бұл өте қатты үлкен қуаныш болды, өйткені мен сондай мықты адамдармен жұмыс істегеніме өте қатты қуанамын. Енді біздің Weekends Winlife қызығырақ болу үшін бізде сұрақ жауап айдары бет қалай сондай. За 3 года часто опаздывал. Я не помню сейчас, я так становлюсь вспомнить. Ну, у нас был очень, и у них является очень хороший продюсер. Из-за этого в основном всегда нас забирал. Мы всегда приходили в одно время. Мы могли прийти чуть позже все, но если все пришли в одно время, значит никто не опоздал. 3 жылда ең көп кешіккен адам Исатай шығар. Бірақ негізі былай үшеуінен прям кешіккен адам былай не істей алмайды екен. Негізі Нұрғали арасында болады негізі. Нұрғалидің негізі плотно кешігетін бар.
ең көп кешіккен ба 3 жылда енді негізінде мен шығармын сол. Басында негізінде мен Алматыға енді келгендіктен көп затты әлі күнге дейін білмеймін. 3 жылда ең кешіккен адам ол Нұрислам. Исатай шығар. Я знаю то, что Ярке вообще не обидчивый. У Нургали есть такое качество было, то, что он мог что-то в себе держать, или какие-то думки, скорее всего, Нургали. Но это просто в силу возраста и того, то, что он на то время не так был близок с нами, потому что пришел достаточно поздно. Но сейчас не знаю, мне кажется, все норм. Ондай дуаланым жоқ ау, бірақ бар негізі Исатай ғой, тез ренжіп не істейтін. Иә, бір мороженое әперсең, одан бақты адам ол кезде. Ең тез ренжитіні ол мен үшін Исатай. Бірақ тез кешіретіні Исатай. Мен де ойлаймын. Ол да Исатай. Мне кажется, на втором месте я, на первом Гайзага. Топтың психологы, экс-участниктардың арасында не істейтін Ренат қой негізі. Топтың психологы, топтың ішіндегі психолог мен үшін ол Жирке. Біздің топтың психологы ол, конечно, Ғазизаға. Топтың психологы, бізде топта психолог жоқ. Біздің топтың психологы ол Ғазиза. Уйди, приди, да. Ушел, пришел, да. Біздің топ сериал болатын болса, блин, қызық тоже ойланып қою керек. Бір андай прикольный бір сериал болатын шығар. Ішінде бәрі бар ше, драма да бар, комедия да бар, боевик арасына кіріп кететін ше, сондай трагедия бар, трейлер болып ше. Сериал болса, жау жүрек мың бала біз. Біздің топ сериал болса ма? Мә, мынау. Қандай сериалдар бар еді? Черепашки ниндзя ұқсатады негізі. Ол жерде жаңағы шәкірт пен ұстаз ғой негізі. F4. Нурислам, да. Ең бірінші үйренетін бала мен Нұрислам деп ойлаймын негізі. Андай кішкене 5-6 жыл өткеннен кейін де дайын болатын қалғандар 5-6 жылдан кейін де дайын болмайды. Кім бірінші үйленеді? Менің ойымша бірінші үйленетіні Нұрислам. Ең бірінші болып үйленетін арамызда мен тоже Нұрислам деп ойлаймын. Почему-то неге? Неге бәрі мен деп жатыр? Мен бір бірінші үйленемін деп айта алмаймын. Мен пока жүремін. Бізде ма ең бірінші үйленетін Иса деп ойлаймын. Да нет, у меня нет такого определенного момента. Есть такой момент, то, что Ярке постоянно, когда поет, орет. Ең кринж оқиға көп қой. Қайсысы бірін айта береміз. Күнде ғой, күнде. Обязательно. Аптасына бір рет болмаса болмайды негізі. Бас ауырып кетеді. Нұрислам ұйықтай береді. Сосын ұйықтап көзін ашып біз қайдамыз деп таңғалатын нәрсесі бар. Келесің, амандасасың адамдармен машинада ұйықтап қаласың да, көзін ашсаң, Қайсаға біз қайдамыз дейтін. Көп қой ондай. Негізі кринж моменттер бізде күнде болады. Негізі балалармен прикол ұстаған жақсы көреміз ғой, сондықтан әр күнім кринж ғой біздің. Қайсысын айтайын деп ше. Ең кринж оқиғалар. Кринж дегенде кринж бір жағынан ауыр. Ол мен жеке өмірімдегі жаңағы жағдайлар негізі. Ең кринж момент. Кринж оқиғалар ол мен тупой сұрақтан Ғазизаға қояды. На самом деле Гайзага мне очень сильно помогал понять свою ценность. И даже вот спустя время он меня всегда называет очень приятными, милыми словами. Такого человека или такие слова в жизни услышать многие мечтают. Топта ең самый қолдау көрсеткені Нұрғали. Жирке. Ғазизаға қолдау көрсетті. Үлкен көп қолдау көрсеткен ол Ғазизаға. Топта ең қатты қолдау көрсеткен барлығы деп айтылған. Бір адамды ол білмеймін, нешесін оқып қалдық. Я знаю то, что Бог распределяет для нас все как нужно. Не было ни одной ошибки, все как должно было случилось. Из-за этого менять что-то в прошлом, это значит быть недовольным тому, кем и где ты сейчас являешься. Зато нет. Все как надо идет. Но негізі бөлек сұрақ негізі. Негізі мен уақыт өзгертетін болса, негізі мен ТО-ны алып қалдым. Көретім сен ғана адамдар қанша өлең ататын. Осы білетін заттарыммен, осы біліміммен қайтадан анау 23-ке оралсам мықты болар едім. Ештеңе өзгертпейтін едім. Ештеңені. Бәрі жақсы. Хого будем. Хого будем. 3 жылдан кейін балдар үлкен сахнада, мен өзімнің жеке өмірімде бір жетістіктерде тоже сахнада болуы мүмкін. Мен балдарды үлкен биік сахнада көремін 3 жылдан кейін. Бәріміз үлкен сахнада бірге
ән айтып тұрғанымыз сол елестейді. 3 жылдан кейін бұйырса, Алла қаласа, үлкен сахналарда тұрып, топты үлкен бір сахнада көрем, шыны керек. Үлкен бір шыңда көрем. 3 жылдан кейін Құдай қаласа бір жақсы мықты әнші боламыз деп ойлаймын. На самом деле с Исатаем мы не совсем близко знакомы. Вот я больше такой очень амбициозный, ну, в то время это считалось такой маленький мальчик, который очень давно идет за своей мечтой. Я вижу то, что и надеюсь, то, что у него все это воплотится как нужно. Вот. Но он очень добрый по внешнему виду. Ну, для меня очень важный фактор, чтобы у человека было свое дело. Без разницы, творчество, спорт, может, простые практические вещи, которым человек горит. И у человека это есть, и для меня это важный фактор при наличии. Вообще наличие человека, допустим, в моей жизни. Я знаю то, что для Гайзага всегда есть место для меня в группе. Я не отрицаю того факта, то, что это может произойти на небольшой срок. Но я бы хотел, чтобы вы, поклонники группы, отдали больше любви тем ребятам, которые сейчас стараются. Негізінде мен топқа енді кірген кезімде Ересет ағамды көрген жоқпын. Ол кісінің кім екенін білмеймін. Шынымды айтсам білгім де келмейді. Басында қызық болатын ол кісі туралы сұрайтынмын өзім. Ол кісі қандай болды, кім еді ол кісі деп. Енді бәрібір ол кісінің орнына келдім ғой. Қазір менде ешқандай ақпарат та болсын, кім болсын, не болсын, ол туралы маған қызық емес. Ренат туралы ойым өте жақсы бала. Жаңағы Нұрғалидің историясына қарағанда, менің Ренатпен өте жақсы. Ренат мені жылы қабылдады. Жеке туралы ойым өте жүрегі кең адам. Көмектесіп әрдайым өзінің қолдауын білдіріп жүреді. Жеке, ты красавчик. Желает обычно того, чего нет. У меня есть просто не какое-то пожелание, а вот мое хотение, чтобы это вот продолжалось. Вот, чтобы люди всегда шли, чтобы люди не сдавались. И это не должно быть каким-то пожеланием, либо мечтой, это просто должно быть делом, которое они будут продолжать делать, несмотря ни на что, или даже вот смотреть на все и знать, как это тяжело или бывает легко, и все равно делать свое дело. И тогда все будет. Я вижу пацанов, вижу их данные, их умения, их труд, который виден и слышен. Из-за этого я просто хочу, чтобы они продолжали делать то, что делают. Вот. Без разницы, любой человек, если идет, он дойдет. Даже если мы сейчас просто отсюда в Америку пешком выйдем, все равно дойдем. Из-за этого самое важное в жизни — это постоянство. Будьте постоянными. Идите и делайте, даже если грустно, даже если весело. Вот. Нам нужно же выиграть жизнь. Это же ведь и смысл. Уинлайф тобының 3 жылдығы құтты болсын. Біздің сценлиға көп рахмет. Осы 3 жыл бойы бізге қолдау көрсетіп, әр бейне клипімізді үзбей көріп отқандарыңызға көп рахмет. Және де балдарға тілерім осы 3 жылдыққа орай өнер жолында керемет жетістіктерге жете беріңдер. Әлде де көп деген сахналардың тобы болып, музыкальный платформаларда тоже топ болып, үлкен керемет соло концерттер бере беріңдер. Келіп жеткен негізінде 3 жыл барлықтарыңызбен құттықтаймын. Жалпы балалар, Ұлан аға, Ғайыз аға, барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Негізінде ауыр да кезеңдер болды, жақсы да кезеңдер болды. Менің ең басты тілегім балалар аман болса, Ғайыз аға аман болса, жұмысымызды асықпай жүргізіп, осындай көтеріңкі көңіл күйде әрбір кезеңдерде бірге болып, осы уақытымызды өткізсек, үлкен сахнада болсақ, жалпы Уинлайфтың ғұмыры ұзақ болса, менің арманым жоқ. Барлықтарыңызға рахмет. Құттықтаймын. Топқа тілерім енді 2026 бізде жақсы басталып жатыр, шүкір. Осы бетімізден таймай, Құдай қаласа, үлкен сахналардан көрінейік. Негізі мақсатымыз сол ғой біздің. Үлкен бір белеске жету, үлкен бір белестерді бағындыру. Ол әрқайсымыздың арманымыз. Бұйырса соған жетейік. Топтың ғұмыры ұзақ болсын. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Топтың ғұмыры ұзақ болсын. Ең бастысы тыңдармандарымыз көп болсын. Сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Біз қазір өзіміздің традициямызға изменять етпей қоғыға келіп отырмыз. Қазір тамақ жейтін боламыз балалармен. 3 жылдық құтты болсын. Не деп айтасыздар? Наурыз құтты болсын деп. Енді бұйырса аман есен жете берейік. Осылай
жылдан жылға құтты болсын. Шығармашылық табыс тілеймін баршамызға. Ай, не деген тілек мынау? Бүгін біздіңге 3 жылдық болып қалыпты. Бізде как всегда традиция, осылай хогоға келіп осылай жейміз, бүкіл группа болып. Осыны біздің 3 жылдықта көресіздер. Әйтеуір осы күнге жеткенімізге шүкір. Қалай болса да әйтеуір жетіп жатырық қой осы нәрселерге бар ғой. Бізден жаңа жаңалықтар күтіңіздер, жұмыс ары қарай жалғасуда. OneLife тарайын деп жатқан жоқ, OneLife ары қарай жалғасады. Бәрі жақсы. Сол балдарым мен әйтеуір осы қанда жеткенімізге қуаныштымыз. Бұған жетпегендер де бар, жеткендер де. Әйтеуір үйтіп жеттік бұған да шүкір. Енді дальше больше көреміз. Бәрі бір Алланың қолында. Ары қарай енді жылы 4 жылдықта кім отыратынымызды білмейміз ғой. Осылай балдармен уже осы составмен уже 2-ші жыл жиналып жатыр. Былтыр ровно осы уақыттарда осылай тура естіп отқан болатынбыз. Тоже хогова. Тоже история повторяется деген музыка ғой. История повторяется. Құрам өзгермесе де хого өзгеріп жатыр. Иә, бүгін бұл жолы басқаша хогова келді. Сол жалпы Сенли, біздің оқырмандар, көріп тұрғаныңыздай бізге 3 жыл, құрамдарымыз, балдарымыз өсіп жатыр, көріп тұрғаныңыздай өнерлері күшті болып жатыр. Балдарға не тілеймін, осындай өнерлері ешқашан тоқтамасын. Шабыт деген негізі көп нәрсеге влиять ететін нәрсе, шабыт бітпесін. Шабыт алатын причина көп болсын, бақытты өмірде бақытты баянды кездер көп болсын. Сондай шабыттың арқасында керемет трек, рэп деп күшті әуенде шыға берсін. Жүректен шыққан әуен жүрекке жетеді. Бәріміздің есіл дертіміз тамақта отырдан да сөйлей албай отырмыз, честно. Бәріміз ашпыз қатты. Честно. Енді қуаныштымын, әрине 3 жыл деген шынымен жаңа Ғайзақ айтты ғой, біреулер жетпей жататын ондайға. Біз аман есен жеттік. Мен енді 1 жыл, шүкір, 1 жылда аман есен борышымды өтедім деп сенді. Жоқ, шүкір енді. Аман есен жетіп жатырық қой, шүкір ғой. Ғайзағаның школасынан өттік, аман есен сүрінбей. Или сүріндім бә деші. Қуаныштымын негізі. Аман есен жете берейік. Шынымен келесі жылым кімдер отыратыны белгісіз. Жоқ, бірақ біз отырамыз ғой, по-любому бұйырса, Алла қаласа. Нәне? Бұйырса отырамыз. Бәріне сәлем, қалайсыздар? Біз тамақ жеуге келіп қалдық. Группаның тағы да 3 жылдығымен шын жерден құттықтаймыз. Рахмет, бізді осы уақытқа дейін қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Біз тамақ жеуге келдік. Мен қарным аш. Сәресінен ештеңе жеген жоқпыз. Сол. Давайте. Рахмет үлкен. Кезде бізге қонаққа кім келді деп ойлайсыздар? Ренат, наш первый участник и самый-самый бриллиантовый участник. Нам уже 3 года, сидим, кушаем, также хого, но уже другое хого, уже на 2-м этаже кушаем, чуть взлетели, поднялись, Гризага больше зарабатывает. Желаю, чтобы в следующий раз мы кушали где-то на Аль-Фараби, потому что денег будет много. Вот, чтобы меня тоже всегда вот так звали, чтобы я бесплатно везде сидел. Да я в тот раз же много сказал. Я не могу лишний раз чувствовать навязано. Из-за этого сейчас такое хорошее настроение, оно конечно тоже душевное. Просто охота, чтобы вот так жизнь продолжалась. Чтобы радостно все было, замечательно, меньше плохих новостей, как и лично, так и вот всемирно эти новости плохие чуть напрягают. Просто будьте собой, живите, главное, свою жизнь. И все. И надеюсь, каждый из нас здесь проживает ту жизнь, которую хочет. You're welcome. 3 жыл құтты болсын. Мында дебютный состав есть, мына дебютный состав отыр. Мына жерде дуэт отыр мына жақта, и қазіргі нынешний состав мына отыр. Так что осылай. Тек күшті кездерде жинала берейік.